Ал сандық мәліметтерді енгізіп, оны сан күйінде жұмыс істеуге мүмкіндік алу үшін бізде int функциясын қолдану керек болады. Int деген бізде integer латын сөзінен шыққан. Integer деген латын тілінен аударғанда бүтін сан дегенді білдіреді. Яғни біз int жақшаның ішінде input алу функциясын жазамыз. Астына b тең, тағы қайталап int жақшаның ішінде input деп жазатын болсақ, print a қосу b деп жаза қойсақ. Енді осы тұста запуск басамыз. Бізде a және b мәндеріне мәлімет енгізуді сұрап тұр. 45 бұл a айнымалысына сақталды. 23 b айнымалысына сақталды. Енді нәтижені күтетін болсақ, қосу дұрыс орындалып 68 деген мән шығады. Неліктен? Себебі осы жазылған кодқа мұқият қарайтын болсақ, бірінші жолда a тең int input, яғни a айнымалысына меншіктеліп жатыр. Қандай зат? Біздің консольда енгізетін информация. Бірақ ол информация енгізілгеннен кейін int функциясы арқылы ол санға айнала алатын болса, санға айналдырылып, сосын барып a айнымалысына меншіктеледі. Яғни a-ның ішіне сандық мәндегі 45 түседі. b-ның ішіне сандық мәндегі 23 түседі. Қайтадан запуск басып, a және b мәндеріне тексттік форматтағы бір мәлімет беруге тырысатын болсақ, Python деп мысалға enter басқаннан кейін бізде қателік шығады. Себебі бұл жерде a айнымалысына біз Python деген текстті меншіктеуге тырыстық. Input функциясы бізде Python деген текстті алады, бірақ оны алып болған соң int Python ол қателікті генерировать етеді. То есть Python деген текстті біз integer функциясы арқылы жүргізе алмаймыз. Бұл синтаксистік және де типтік қатеге алып келеді бізді.